Несіпбек Дәутайұлы «Обал дүние» әңгіме. Әр тұсы тарлауыт жайдаған қардың ортасымен ағып жататын жіңішке өзеннің екі жағалауы бір кезде бірін-бірі жалғасып соққан тоқал үйлерден тұратын ауыл еді. Сонда бар ғой, анау аумағы әжептәуір алаңқайға адам аяғы баспайтын, себебі ортасын ала оқшау көзге түсетін жылан ордасы болды. Енді міне, көкорай жусан көмкеріп жататын жазалаң беті астан-кестең. Гүріл сарылы дүниені көшірген техникалар топырағын тегістегенде жылан ордасында шым-жылас қылды. Қабат деген ай деп бұлтырды. 62 тамырының бірі үзіліп кеткендей денесін қуалап діріл жүгіріп өткен. 60 жыл бойы күнде көріп жүрген жазалаң мен жылан ордасының орны дөңгеленген қап-қара топыраққа айналды. Кезінде оны айтпағанда дәл осы сағатқа дейін кімнің де әлгі алаңқайда айдаладан айналып өтетіні рас еді. Ес жиып, етек жапқанда білгені сол жылан ордасының басына баратын жалғыз адам Құсатай соқыр болатын. Күмістей сақалы кеудесін жапқан шынашақтай шал. Жасын ешкім білмейді, әйтеуір әкелерінің, аталарының, бабаларының кезінде де болған десетін. Бұл сұрайтын әкесінен, сонда да бола ма деп. Жұмбағы көп дүниеден не сұрайсың деп күмілжитін ол. Ары қарай тықақтайды ғой. Көзінің мүлдем көрмейтіні рас па? Солай сияқты. Неге сияқты? Жұрттың білетіні сол. Қайтып жол тауып жүреді? О жағы құдіреттің ісі. Құдіреттің ісі емей немене, үлкендер айтса. Құсатайдың құсы, жыланы бар. Өзін мейлі сыртынан келеке мазақ еткендерге де түнде құсы мен жыланын жібереді екен. Құсы қанатың мен терезені сабалап, жыланы қойныңа кіріп, түні бойы жаныңды көзіңе көрсететін көрінеді. Оны қояқ қойғанда, Құсатай кімнің не ойлап жүргенін де біліп қоятыны өз алдына десетін. Жаман пиғыл, бұзы қойы барларға да құсы мен жыланын жіберетін екен түнделетіп. Осы бір елден естігендері ертегі секілденетін бұған. Оқта-текте оқыс бетпе-бет келіп қалғанда, сәлем бермесе жұрт Құсатайға, Құсатай жұртқа жолай бермейтінді. Балалар жағы мүлде. Алыстан ғана төбесін көріп жүретін. Сонда да жылан ордасының басынан. Күн жұмада көгесегін жайына қойып, ұзақ-ұзақ отырар еді ол. Не істеп, не қояды беймәлім. Болжап көр, тоқ етері жыланмен тілдеседі сірә. Мұның жігіт болып қалған шағында Құсатай соқырдан мүлде із-түссіз кетті. Әлде қалай десіп, оның қыстағына барғандар жағаларын ұстап оралды. Шалдың тастан қалаған шағын тұрағы да үшті-күйлі десті. Аузан қайған жұрттың айтары қалмады. Қалмағанда бір-бірінен сұрайтыны, бұл қалай? Оқта-текте әркімнен әрқилы әңгімелер шығып жүрді. Бәлен жерде жүр екен, түлен жерден көріпті. Қайсы бірде сол Құсатай мұның түсіне кірмесін бе? Мені жоғалтып алдыңдар ма? Деді ол. Бекер оларың. Мен мәңгі оралып соғып жүремін. Құдіреттің бар екенін естеріңе салып отыру үшін. Тәубеге келіп отырмай опа таба алмайтындарыңды ескерту үшін. Одан бері қанша қар жауып, қанша су ақты. Мұндағы жұрттың жаңа қонысқа көтеріліп, көшіп кеткеніне талай жыл. О кездегі қылшылдаған жас жігіт міне 60-ыңды алқымдаған. Осы жердің иесі оған жекешелендіру кезінде қол жетті. Әкенің аяқ-таяғын ұстап қалған малсақтың алдында 2 отарға жуық қой, 2 үйір жылқы, 2 табан ірі қара. Жалдамалы малшылары және бар. Қонысы орталықтан шалғайлау еді. Ешқашан ешкімнің қаперіне кірмеген оқиға Батыс Қытай мен Батыс Еуропаны жалғастыратын автобан атты жол құрылысы. Алматы-Ташкент трассасын жағалап келіп, Оласуға кірер берер жерде кілт бері қарай тартып, дәл осы жердің қақ ортасынан өтіп барады. Қуанбай көр. Әсіресе інісінде жан жоқ, алтын тауып алғандай халде. Әдепкіден бірде 2, екіні 3 етуге епті бауыры Алматыға қалай барды солай табыс табатын талай шаруаның шаңын шығарған. Кеңсарайдай коттеджі, супермаркеті, дәріханасы, жанармай станциясы, тағы немене бар біраз дүниесі. Әйелі де ақша жасау мәселесінде бір айналайын. Шүкір деп келеді бұл. Мына малдың жартысы да інісінің еншісі. Автобан құрылысы бері таяп қалғанда, інісі қайсы бір күні қанжардай қатқан қаба сақалдыны ертіп келді. Жобалаушы, деді ме, қағаз сызған біреу.
Інісі екеуі қазір топырағы тозаңға айналып, жылан ордасына деген тегістеліп жатқан жазалаңда ары да бері де айналған. Дәнеңе түсінбеген бұл жөнін сұраса, бауырыныкі Құдайбердінің әңгімесі. Бермегенде немене, ендігі жерде қиырдағы Қытайдан, қияндағы Европа ары да бері де күндіз де түнде де автотранспорттар ағылып жатса. Ағылып жатқан адамдарға аялдап, ауқаттанып көз шырымын алып дегендей жер керек пе? Енді қалай? Күншығыс жақ елсіз қу дала, күнбатыс жақ асу, алтай қыс ақтүнек боран, алтай жаз аңыраған жел. Ал мына жер нулы сулы ықтасын, айналасы көз жауын алатын көгорай. Кафесі, шағын қонақ бөлмелері, жанармай және техникалық қызмет көрсету станциялары бар заманауи комплексті құрылысқа бұдан артық не керек? Айналасына ағаш егіледі, бірнеше гүлзарлар және болады. Сонда оның ана алағыңқайды түгел ала ма деп сұраған еді. Ендіше, жылан ордасы бар емес пе? Ой аға-ау, ол кімге керек? Құдайдың жанды қылып жаратқаны ғой. Құдайдың шаруасы, біздің шаруа, біздің аға. Қой өй деме. Енді қайт дейсіз? Құдайсыз болмайды ештеңе. Аға-ау, бүгін 21 ғасыр ғой, болса ше. Ескілікті әңгіме ертегіге елтей бермеу керек. Япырай, ендігі жерде ерік өзімізде, бәрінен тәуелсізбіз. Сөздері жараса қоймаған, інісінің алған бетінен қайтпайтынын білетін, бала кезден сондай, ойын алғанын істемей қоймайды. Жағаласып жаға жыртысып жататын мінез жоқ бұда. Оның үстіне жағдайына қарап жаны қалмай жүрген жалғыз бауыры, көшкен жұрттың орнына кең сарайда 2 қабат үй салдырып берген кім? Мектепті оқып, боғып бітірген 2 қызын қолына алып келіп, институтқа түсіріп, оқытып шоқытқан, дипломдары қылып, жұмысқа орналастырған, ұзатып тойларын жасап берген кім? Осы жалғызы. Жыл сайын әйелі екеуін Сарыағаштың санаториясына және жіберіп алады. Шайқанттары, киім-кешектеріне де дер кезінде жеткізіп беру соның мойнында. Ұласуға кіре берісте Алматы-Ташкент трассасын жағалап келе жатқан автобан құрылысы осында жақындай түскен тұста оның қосыны 3-4 вагон түрлі техникаларымен көшіп келіп, өзеннің бойындағы қалың шоқталдың саясына орналасқан. Бастығы әлде түрік, әлде қызылбас біреу екен. Қазақшаңа ағып тұр. Інісі тез-ақ тіл табысып алыпты. Семіз ісекті сойып, етін түгел астырып, арақ шарабын үйіп-төгіп, жолшыларға ерулік берген. Одан кейінде жолшылардың әлде түрік, әлде қызылбас бастықтарын үйге оңаша келіп, ішкізіп, жегізіп, қалтасына көк қағаз салған және. Енді әне, соның арқасында жыланның ордасымен қоса алаңқайды түгел теп-тегіс қылып тастады. Қабат деген айлап бұлтыр сенделіп, інісі түйетауықтың етінен тұтас сырбаз дайындап қоюды тапсырған. Сәкіде дастархан жаюлы, ішіп жемнің не түрі бар. Бір кезде терлеп тепшіп, інісімен әлде түрік, әлде қызылбас жетті желпініп. Інісі жайраң-жайраң. Әне аға, алаңқайды түгелдей теп-тегіс етіп тастадық деді. Амандық болса, күні ертең сол жерде барлық қызмет түрі бар комплексті заманауи дүниеміз тұрады, көздің жауын алып. Бұл не десін, үндемеді. Таң қалғаным, деді сөзге қонақ араласты. Ортасында жылан көп болады екен ғой, мылжа-мылжасы шығып дымы қалмады. Әлде бірлі жарымы қалды мекен тереңде. Қалсын қалмасын маған похи, деді інісі сөзінің орыстың бір сөзін қыстырып. Алаңқайды түгел цементтеп тастаймын. Астына биіктігі 20-30 сантиметрдей қиыршық тас төсеп. Қып-қызыл табыстың көзі, осы заманның адамысың. Вискиді шайқап ішіп, сырбазды тамсана жеп отырған анау бұған қараған. Ағайдың көңіл күйі жоқ па? Не ойлап кеттіңіз? Обал сауапты. Бұл суық сөйледі. Ол не еді? Қазақбайшылық қой, ол бізде бар әлі, деп інісі сөзге араласты. Бұл кісілерге бәрі обал. Жандының барлығының обал сауабы болады, деді бұл демін терең алып. Көке-ау, қияндағы Қытай мен қиырдағы Европаға заманауи жол түсіп, ол дәл алдыңыздан өтіп жатқанда андағыңыз не сөз? Өтіп жатқан жолдың, соның айналасындағыны барлығының амандығы ғой менікі. Жыланның ордасы ма сондағыңыз, оның бар жоғы кімге керек? Өстіп бұзылады ғой пиғыл. Пиғылдың қанша қатынасы бар бұл жерде? Бар айналайын, бар. Обал сауап жоқ жерде бәрі бұзылады. Дүниең сөйтіп жатқан жоқ па? Үркіп жатыр бәрі, шашылып жатыр. Биыл ғой осы өңірде жер 3 рет сілкінді. Бұрын соңды оның қашан болғаны атамызға, әкемізге ешқайсымызға беймәлім. Шорылдақтың аспанға атқылап жататын суы тартылып тереңге кетті. Осының барлығы Құдайдың ісіне қарсылықтан болып жүрмесінде,
Бұлардың әңгімесінің мәнін түсінбей, ағайындарға алма-кезек қарап қойып, әлде түрек әлде қызылбас вискиден ұрттап қойып, сырбазды соғып отырды. Сен келген сайын телевизордың антеннасын сұрайсың, әдейі алып тастағам, керек жоқ оның, қарағым келмейді оныңды. Күн сайын не бір сұмдық көрсететіні, ата-бабамыз естімеген, білмеген, көрмеген, жаның түршігеді. Не болып барамыз, не болмай жатыр, иман қайда, Құдайы қайда? Қойыңыз аға, қойыңыз енді, қонақтан ұят, одан да мынадан бір тартып жіберіңіз, деп інісі елпілдеді. Бұл аналарды жайына қалдырып тұрып кеткен, өкпесі қара қазандай. Кімге? Бәріне, өзіне де. Өзегіне шоқ түсіп, оттай ыстық өксіктен өртеніп барады. Түннің бір уағына дейін автобан салушылардың басшысымен ішімдікті біраз сілтеп, қызып алған інісін үйдің соның келіп кеткенде демалатын арнайы бөлмесіне сүйеп апарып жатқызып, өзі әдеттегідей сәкідегі тапшаның үстіне қисайған. Ұйқы қашқан, ойына не келіп не кетпейді. Баяғыда Құсатай жоқ болып кеткеннен кейін араға біраз жыл салып, мұндағы жұрт оның жаңа орталыққа көшті ғой. Жаман ой, арам істен аулақ жүретін ағайынның сол жаққа барғаннан соң айдың аманында әдепкідегі ақ жолдан айнып бара жатқандарын естігенде Құдайлайтын. Сонда тәубаларын ұмытқаны ма? Есінде ғой, олар осында тұрғанда арагідік айтысып, жанжалдасқандай болса, жылан ордасы жақтан ысылдаған дауыс сумаңдай қоя беріп, сығылғыласып тұрғандар селк етіп сап дейладын. Енді келіп, құлағына асылма сондай бір суық дыбыс жеткендей, басын көтеріп алып тұрып қарады. Көзі бүгін түтетес шыққан алаңқай жақта, ай жарығынан байқайды ол түс қап-қара. Кенет соған қарай жарық саулағандай болды. Құдай, әлгі жарық жерге қонғанда арасынан адамның сұлбасы елес берді. Анау кім? Құсатай. Сол ғой, я сол, көйгесегі. Соқыр шал ер үстінде. Жан-жағына үңілеме? Мұның бас айналып көзі бұлдырады. Денесі қалшылдаған, іші ұмытылып орнынан әзер тұрды. Алаңқай жаққа мойнын қайта созып еді, жарыққа төбесіне көтеріп, қалқып бара жатқан жаңағы сұлбаны көрді. Сәскеге дейін жата ма бұл жұрт? Деген әйелінің даусынан оянған. Таңға қараңдағанда кірпігі әзер айқасып еді. Төрежанды оятсаңшы, шай дайын, деді әйелі. Екінші қабатқа көтеріліп, інісінің есігін ашқан. Со мезет тоққа түскен адамдай тіл ауыздан айырылып, тұрған орында тұншығып, құлап бара жатты. Інісінің мойнына сала құлаш қарабас ақ жылан оратылып қалыпты. Соңы. Егер сізге әңгіме ұнаса, арнаға жазылып, лүпіл басыңыз. Рахмет.